Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен жедел жәрдем қызметкері Ташен Мұхаммед-Әли. Бүгінгі айтылатын тақырып естен тану, соның ішінде қысқа мерзімді естен тану. Көпшілігіңізге түсінікті тілде обморок. Обморок кезінде дәрігерге дейінгі көмек. Сіздер қоғамдық көліктерде, қоғамдық орындарда көпшілік адамдардың құлағы шуылдап, немесе көзі қарауытып, естен танғанын көрген боларсыздар. Бұндай жағдай әрине сіздердің де бастарыңыздан өткен болар. Дәл осы кезде дәрігерге дейін қалай көмек көрсетеміз, сол туралы айтатын боламыз. Бұндай жағдайға сіздер жиі ұшырасып жатасыздар. Әрине, көпшілік адамдарда болады. Жалпы осы обморок дегеніміз қысқаша анықтама бергенде, қысқа уақытта естен тану. Бұл кезде дәрігер келгенше, яғни жедел жәрдем қызметкерлері келгенше алғашқы минуттар емес, тіпті алғашқы секундтар ішінде көмектесу өте маңызды. Сол үшін осы видеоны мұқият тыңдап, мұқият қараңыз. Және өзіңіздің достарыңызға жіберіңіз. Ең алдымен обморок қысқа мерзімді естен тану не себепті болады? Оның басты себебі мидың гипоксиясы деп айтады медицина терминде. Ол дегеніміз миға қанның баруының қиындауы, глюкоза баруының қиындауы, яғни мидың оттегімен қамтамасыз етілуінің қиындауы, яғни миға ауа бармай қалады сондай жағдайда. Дәл осы қысқа уақытты естен тану, яғни обмороктың себебі қандай? Не себепті обморок болады жалпы адамдарда? Ең бірінші, бірдеңен қатты уайымдаған кезде, яғни бірдеңе переживать еткен кезде болады осы. Яғни психоэмоция деп айтады. Ал екіншісі, тамақтанудың дұрыс болмауы, яғни тамақ ішкен жоқ. Оның қан қысымы түсіп кетті, яғни миға глюкоза барытқан жоқ, және оттегінің баруы дәл осы жерде қиындап тұр. Үшіншісі, ол адам яғни әлсіреп тұр, бір сөзбен айтқанда. Бірден қатты резкий движение деп айтамыз ғой, отырып тұр, бірден тұрып кеткен кезінде болады осы. Және де тыныс алудың қиындап кетуі. Яғни көпшілік орындарда концерт өтіп жатыр, немесе қоғамдық көліктерде қатты ысып кеткен жағдай болады. Сондай кезде әлсіреп, ол естен тануы мүмкін. Енді мұқият тыңдаңыздар. Сіздер көшеде, басқа орындарда осы естен танған адамды көрген кезде, бұл расында да қауіпті. Не себепті? Ол естен тану түрлі себептермен сипатталады. Мәселен, обморок қысқа уақыт естен тану. Бұл кезде сіздер науқасқа қарап көрген кездеріңізде пульсы болып тұрады. Жай ғана тынысты өте беткейлі тыныс алу болып тұрады. Яғни ауа жұту қиындап тұрады. Бұл яғни обморок екенін кішкене түсінікті. Ал екінші жағдай, оның тынысы жоқ, пульсы жоқ, мүлде қимыл қозғалыс жоқ, яғни көзінің қарашығын, яғни көзіне жарық түсіргенде реакция жоқ. Бұл кезде клиникалық смерть. Бұл кезде сіздер жүрек өкпе реанимациясын бастап кетесіздер. Ал үшінші, науқасқа барыңыздар, ес-түссіз жатыр. Жақындап қараған кездеріңізде оның аузынан ацетон иісі шығуы мүмкін. Ес-түссіз. Бұндай кезде гипогликемиялық кома, яғни диабетиктерде көптеп кездеседі. Соның аражігін ажыратып алу өте маңызды. Яғни зардап шегіп жатқан адамға барған кезде, ес-түссіз жатқан кезде ең бірінші пульс мен тыныс алуын тексеріп аламыз. Осы обморок, яғни қысқа уақытты естен тану кезінде дәрігер келгенше қалай дұрыс көмек көрсетеміз? Ал ендеше кеттік. Қысқа уақытты естен тану, яғни обморок кезінде науқас есін жоғалтып, яғни құлаған жағдайда тез арада келіп, оның қысып тұрған киімдерін босатамыз. Одан кейін оның пульсын тексереміз, және содан кейін тыныс алып жатыр ма, тыныс алып жатқан жоқ па, соны тексереміз. Одан кейін дереу науқастың аяғын 40-45 градуста көтеріп қоямыз. Содан кейін 103 номеріне звондап, жедел жәрдемге звондап, болған жағдайды баяндаймыз. Өзімізге жақын жерде, яғни
нашатыр спирті болған жағдайда мақтаны малып науқастың мұрнына жақындатамыз, яғни 5 сантиметр көлемінде. Ондай болмаған жағдайда одеколон басқа да заттар болады. Және содан кейін науқасты бір жақ бүйіріне қаратып жатқызамыз осылай. Бұл тұншығып қалмау үшін науқас. Дәл осы қысқа уақытты естен тану кезінде не істеуге болмайды. Көшеде көрдіңіздер, науқас есін жоғалтты. Ондай кезде бара салып, басының бетіне шапалақпен ұрып, маңдайына ұруға қажеті жоқ. Және ең бірінші пульсін тексеріп алғаннан кейін обморок, қысқа уақытты естен танғанда көздеріңіз жеткен кезде науқастың басын көтеріп ұстаудың қажеті жоқ мүлде. Олай жасамаңыздар. Екіншіден, бұндай жағдайда науқас есін жиған кезінде, және осы қысқа уақытты естен танудан кейін науқасқа ешқандай дәрі беруге болмайды. Бұндай кезде сіздер міндетті түрде жедел жәрдемді күтесіздер. Жедел жәрдем келгенше науқастың жанынан ешқайда кетіп қалмаңыздар. Жедел жәрдемге тапсырып кетесіздер. Және дәл осы ақпаратты өздеріңіздің жақындарыңызға міндетті түрде жіберіңіздер. Бұл қай-қайсыңыздың да бастарыңыздан өтуі мүмкін. Сол үшін кемінде 10-20 досыңызға осы видеоны жіберіңіз. Және лайк басып, өздеріңізді қандай ақпараттар қызықтырады, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Сол туралы видео шығаратын боламыз.